Әбу Бәкір ас-Сыддықтың радиаллаху әнху өмір тарихы. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әбу Бәкір ас-Сыддық радиаллаху әнху, ықыласты мүміндер мен шыншылдардың мырзасы, пайғамбарлардан кейінгі ең ізгі жан. Ол ең үздік, ең мәртебелі сахаба. Оның ісі мен сөзі әркімге де үлгі. Сахабалардың арасында Әбу Бәкір радиаллаху әнху дінді ең озық білетін жан болды. Алла елшісі саллаллаху алейку уә сәлям, егер маған адамдардың арасынан ең жақын дос, халил, таңдау мүмкіндігі берілсе, Әбу Бәкірді таңдаған болар едім. Алайда ол менің діндес бауырым әрі жолдасым Бұхарида, ал осы екеуінен үлгі алыңдар, Әбу Бәкірден және Омардан деген Тирмизиде. Ал онымен замандас болған Омар ибн әл-Хаттаб радиаллаху әнху, сен біздің мырзамыз әрі ең жақсымысың және Алла елшісінің ең сүйіктісің деген. Әли ибн Әбу Талибте радиаллаху әнху ұлының Алла елшісінен саллаллаху алейку уә сәлам кейінгі ең жақсыларын кім деген сұрағына Әбу Бәкір деп жауап берген екен. Әбу Бәкір ас-Сыддықтың өмірі радиаллаху әнху ислам тарихының алтын беттері саналады. Адамзат тарихында дәл осындай екінші бір кезеңдерді ұшырастыру мүмкін емес. Бұл баға жетпес парақтарға әрбір жанға үлгі болар имандылық, ықылас, батырлық, табандылық өрнек салған. Әбу Бәкір ас-Сыддықтың радиаллаху әнху жеке өмірі. Шын есімі мен лақабаттары. Әбу Бәкірдің радиаллаху әнху шын аты Абдулла ибн Осман ибн Амир ибн Каб ибн Сад ибн Тайм ибн Мура ибн Каб ибн Люай ибн Ғалиб әл-Құрайши ат-Тайми, яғни Құрайштың Тайми руынан шыққан. Адамдар оны бала кезінен Әбу Бәкір деп атайтын болған. Бәкір жас түйе деген мағынаны білдіреді. Оның бұдан басқа мынадай есімдері болды. Атиқ босатылған деген мағынаны білдіреді. Пайғамбар саллаллаху алейку уә сәлам бірде оған қуан, Алла сені оттан босатты деген болатын. Әс-Сыддық, үнемі сенім білдіруші деген мағынаны білдіреді. Бұл есім оның Алла елшісіне саллаллаху алейку уә сәлам ешбір күдіксіз иман келтіргендігіне және Иерусалимге жасалған түнгі сапар туралы хабарға күдік келтірмегендігіне байланысты берілген. Әл-Атқа, ең тақуа деген мағынаны білдіреді. Одан тақуалық еткендер ғана алыстатылады. Ләйл сүресі 17 аят деген аятқа байланысты өзгелер оны осылай атаған. Әл-Әуәх есімі оның мейірбандығы мен жұмсақтығы, қарапайымдылығы үшін берілген. Туылуы және сыртқы бейнесі. Әбу Бәкір радиаллаху әнху текті әрі өзгелерге құрметті жандардың отбасында піл жылынан кейін, 2,5 не 3 жылдан кейін дүниеге келген. Ақшыл жүзді, арық кісі болатын. Сондай-ақ бүкіріңкі еді және шалбары белінен сырғып кететін мықынсыздау кісі еді. Беті де арық, кең жақты, құс мұрынды, көзі бет сүйегінен терең орналасқан. Жұқа тобықты, арық жамбасты, шығыңқы маңдайлы болды. Ағарғандарын жасыру үшін қынаны және сары бояуды пайдаланатын. Отбасы мүшелері. Әкесінің есімі Осман ибн Амир ибн Амр радиаллаху әнху. Алайда Әбу Бәкір радиаллаху әнху Әбу Құхафа деген күнияны алып жүретін. Әкесі мұсылмандар Меккені алған күні Алла елшісінің саллаллаху алейки уә салам алдында кәлиманы айтып, ислам дінін қабылдады. Анасының есімі Сәлма бинт Сахр ибн Амр ибн Каб ибн Сад ибн Тайм радиаллаху әнху. Адамдар оны Уммул Хайр деп атайтын. Анасы ислам діні енді тарап жатқан кезде Хақты қабылдайды. Алла елшісі саллаллаху алейку уә сәлам Уммул Хайр үшін дұға жасап, оны ислам дініне шақырады. Әбу Бәкірдің радиаллаху әнху 4 әйелі және 6 баласы, 3 ұл, 3 қызы болды. Бірінші Қутайлах бинт Абд әл-Узза ибн Асад ибн Жабир ибн Мәлик, Абдуллах пен Әсманы дүниеге келген. Оның ислам дінін қабылдағандығы туралы нақты деректер жоқ. Әбу Бәкірмен радиаллаху әнху надандық дәуірінде айырылысқан. Мұсылмандар Мединеге қоныс аударғаннан кейін Әсма анамыздың радиаллаху әнха үйіне кептірілген ірімшік пен май салынған сыйлықтар алып келеді. Алла елшісінің саллаллаху алейку уә сәлам бұйыруымен анасын үйіне кіргізіп, сыйлықтарын қабыл алады. Екінші Умму Румман бинт Амир, Бану Кинана ибн Хузайма руынан шыққан. Абдурахман мен Айшаны радиаллаху әнха дүниеге келген.
Күйеуі Әл-Харис ибн Сахбара Меккеде қайтыс болғаннан кейін Әбу Бәкірге радиаллаху әнху тұрмысқа шығады. Алғашқылардың бірі болып ислам дінін қабылдады және қоныс аударды. Алла елшісі саллаллаху алейку уә сәлем тірі кезде хижраның 6-шы жылы қайтыс болған. 3-ші Әсма бинт Умайс ибн Мабад ибн Әл-Харис, Абдуллах ибн Жафар Әбу Талибтің анасы, Алла елшісінің немере ағасы. Алла елшісінен саллаллаху алейку уә сәлем ислам қабылдаған Әсма күйеуі Жафар мен радиаллаху әнху бірге Эфиопияға қоныс аударады. Жафар қайтыс болғаннан кейін Әбу Бәкірге радиаллаху әнху тұрмысқа шығып, Мұхаммед атты ұлын дүниеге әкеледі.